табелді қалай шығарамыз? Табелді шығару үшін есептер бөліміне өтіп, үлгірімі деген мына жердегі сол жақтағы бөлімнен оқушыларды таңдаймыз. Сосын сыныбыңызды таңдап, бір оқушыны таңдайсыз. Мысалға, бір оқушыны таңдадым. Ол оқушыны таңдап болған кейін, мына есепті құрастыру дегенді басасыз. Есепті құрастырып болғаннан кейін, мына басып шығару. Басып шығарудан кейін мына жерге табелдің нөмірін қоясыз. Табелдің нөмірін қойғаннан кейін мына жерге жазасыз. Үлгілі. Үлгілі. Немесе жақсы. Осыны жазып шығамыз. Үлгілі деп. Мына жерге де үлгілі. 3.90-ға жаздым, 4.90-ға да үлгілі. 5-ші жылдық деген 5-ші торкөзде үлгілі. Үлгілі. Одан кейін нешінші сыныпқа көшірілгенін, хаттаманың номерін жазып қоясыз. Осыны болғаннан кейін басып шығару дегенді бассаңыз, мінекей шығып тұр. Табеліңіз міне шығып тұрады осылай. Содан кейін печатқа барып шығара беруге болады. Міне табел дайын тұр. Осыны шығара бересіз.